9 ай 10 күн көтерген анаңның саған жасаған жақсылығын мекеге жаяу арқалап апарсаң да жақсылығын атқарамайсың дейді. Ақысын бере алмайсың. Ал енді сол ананы берген Құдайдың ше ақысын қалай бересіз? Сіздің маңдайыңызды жерге тигізіп қойған Құдайдың ақысын қалай төлейм деп ойлап көрдіңіз ба? Аллахым, сен мен сұраған сайын беріп жатсың. Мен сен айтқан кезде орындай алмай қалып жатырмын деп басыңызды иіп көзіңізге жас алған кезіңіз болды ма екен? Аллахым, бүкіл күнәм менен, тәкаппарлығым менен, надандығым менен сенің алдыңа келдім. Сонда да мені пендем деп кешіріп жатсың. Басымды сәждеге қойсам қабыл қылып жатсың. Қандай жомарт едің, қандай кең едің деп жүрегіңіздің түбінен Аллаға тіл қатып көрдіңіз ба?